Сәлем достар, бүгін мен сіздерге жасалу өте оңай, өте дәмді песочный печенье рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Енді ыдысымызға жұмыртқамызды алып саламыз, 2 жұмыртқа. Керек мөлшерде қантымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Енді бізге қажеті сұйық май. Сұйық майымызды құямыз. Онан кейін қамыр қопсытқышымызды саламыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді бізге қажеті керек мөлшерде ұнымызды алып, електен өткізіп аламыз. Жақсылап араластырып, қолымыздың көмегімен енді қамырымыздың басын біріктіріп илейміз. Енді қамырымызды 2 бөлшекке бөлеміз. Бірінші бөлшек үлкендеу болады, екінші бөлшегін кішілеу қылып алып, екінші бөлшекке 2 қасық какаоны қосып, жақсылап араластырып, басын біріктіріп, қамырымызды біркелкі етіп илеп аламыз. Міне осындай 2 түрлі қамыр болу қажет. Енді біз осы қамырларымызды керек мөлшерде бөліп аламыз. Какао қосылған қамыр кішілеу болады. Енді печеньеміздің формасын жасаймыз. Какао қосылған қамырды ішіне салып, қамырымызды дөңгелектеп аламыз. Енді бізге печеньенің бетіне оюн салу керек. Макаронды алып, осылай макаронмен басып, осындай печеньенің бетіне осындай суретін саламыз. Суретін немесе оюын әртүрлі айтуға болады. Узорын. Осылай макарон көмегімен өстіп басып, ортасына кішкене какао қосылған қамырды дөңгелектеп, ортасынан қоямыз. Видеодағыдай жасайсыздар. Тағы көрсетіп жіберейін. Енді пергамент төселген қағазды төсеп, ыдысымызға печеньелерді реттеп қойып шығамыз. Ішіне какао қосылған қамырымыз салып, дөңгелектеп, бетіне макаронның көмегімен басып осылай печеньенің бетіне оюн саламыз. Енді ортасына какаодан жасалған қамырды қоямыз. Осылай барлық печеньелерді жасап шығамыз. Неке дайын болды, бәрін жасап бітірдік. Енді қызып тұрған пешке 180 градусқа 15 минутта печеньемізді пісіріп аламыз. Міне дайын болды, өте дәмді, қытырлақ болып, песочный болып шығады. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлық ингредиенттерді описание бөлігіне жазып қойдым. Сіздермен болған Жанар, барлықтарыңызға ас болсын.